Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мультиваркада пісетін шоколадный бисквиттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осылай арасына крем жағып қойсаңыз да болады, немесе солай жасап жесеңіз де болады. Өте дәмді, биік, шоколадный әрі аралары көпіршікті болып шығады. Ол үшін алдымен 2 жұмыртқаға 2 стакан қант салып, миксердің көмегімен толықтай араластырамыз. Қатты биік етіп көпіртудің қажеті жоқ. Ендігі стаканымыздың 3/1 бөлігінде күнбағыс майын және бөлме температурасындағы жылы сүтімізді 1 стакан құйып, миксердің көмегімен араластырамыз. Міндетті түрде біздің қосатын қоспаларымыз бөлме температурасында болуы керек. Енді бөлек ыдысымызға құрғақ қоспаларын араластырып аламыз. Алдымен 2 стакан ұнымызды саламыз. Үстіне 6 ас қасық толтырып, какао салып, және 1 пакет ванилинімізді саламыз. 1,5 шай қасық сода мен 1,5 шай қасық қопсытқышымызды салып, қасықтың көмегімен толықтай араластырамыз. Енді жұмыртқа мен қантты араластырған массамызға електен өткізе отырып, жаңағы құрғақ қоспаларымызды аз-аздан сала отырып, миксердің көмегімен араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай қою массаға айналады. Енді 1 стакан жаңа қайнап тұрған судан аз-аздан құя отырып араластырамыз. Міндетті түрде су қайнап тұрған су болуы керек. Мультиваркамыздың табасына сары майымызды жағып, үстіне жаңағы шоколадный массамызды құямыз және мультиваркамызға саламыз. Мультиваркамызде старт, меню және выпечка пәрменін таңдап қоямыз. Шамамен 1 сағатта пісетін болады. 1 сағат өткеннен кейін мультиваркамызды суырып 15 минутқа қоя тұрамыз және алып бөлек суытатын боламыз. Міне біздің шоколадный бисквитіміз дайын. Өте осындай биік, әдемі және арасы дымқыл, көпіршікті болып шығатын шоколадный бисквит шығады. Сіз қаласаңыз, осылай кесіп, шай дастарханға қойсаңыз да болады. Өте дәмді шығады. Немесе арасына крем жағып, торт жасасаңыз да болады. Міне қараңыздаршы, арасы осындай көпіршікті және дымқыл болып шығуы керек. Бисквитіміздің арасына сливки мен крем жасадым. Алдымен ыдысымызға 33% сливкимізді құйып, миксердің көмегімен биік болып көтерілгенше алдымен жай, сосын жылдамдығын артыла отырып, биік болып көтерілгенше араластырамыз және сахарный пудрамызды електен өткізіп саламыз және творожный сырымызды салып араластырамыз. Мен бисквитімді қақ ортасынан 2 бөлікке бөлдім және арасына кремімді жағып, тортымды жинадым. Өз қалауыңыз бойынша бетін әсемдеп қойсаңыз болады. Міне осындай өте әдемі, дәмді, біздің шайға арналған дәмді тортымыз дайын болды. Міндетті түрде сіз де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай әрі қарапайым. Достар, менің рецептім сізге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.